Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Кезекті әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ілияс Жансүгіров «Күн шыққанда» өлеңі. Ілияс Жансүгіровтың «Күн шыққанда» өлеңі не туралы екенін білу үшін оқулықтың 7-ші бетіндегі мақалдарды мұқият оқып шығамыз. Ортақ бір тақырып ойластырып көрейік. Қалай ойлайсыңдар? Бұл мақалдарға қандай ортақ тақырып қоюға болар еді? Иә, жарайсыңдар. Білім. Барлық мақал-мәтел де білім туралы. Яғни, күн шыққанда өлеңі оқушылардың білім алуы туралы болмақ. Сонымен балалар, біз Ілияс Жансүгіровтың «Күн шыққанда» өлеңін оқитын боламыз. Бүгінгі сабақта сен шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін сөйлемді анықтауды үйренесің. Өлеңдегі маңызды жолдарды тауып жазасың. Ілияс Жансүгіров ақын, аудармашы, драматург. Алматы облысының Ақсу ауданында дүниеге келген. Балаларға базарлық мектеп атты кітаптары бар. 20 ғасырдың басында қазақ қаламгерлерінің ішінде сан қырлы талантымен жұлдызы жарқыраған ақын Ілияс Жансүгіров. Жыр майданға түрен салып келген Ілиястың ақындық қуатын байқаған қатарласы Бейімбет Майлин өлең жазуды бір жола қойып, қара сөзге бет бұрыпты деседі. Ілиястың осындай адуынды ақындықтан өзгеде өнімді еңбектері аз емес. Оның әдеби сындары, мақалалары, романымен қоса Жетісу өңіріне байланысты зерттеулері қазақ әдебиетінің асыл жауһарлары. Өзім ойындағаны бар. Сол Міржақып Дулатов маған Қызылордада айтты. Жетісу өлкесінде көтерілістің сыр күрін, онда материал көп, өзі керемет, білгір адам, азамат деп, сол әтей іздеп келіп, сонда осы кімге жолығып, Ілиясқа көп материал алып, сол қилы заманның жазылуына осы Ілиястың көп үлкен көмегі тиген. Атақты ақын өз дәуірінде Ахмет Байтұрсын, Міржақып Дулатов сияқты алаш зиялыларымен де тығыз шығармашылық қарым-қатынаста болыпты. Қолынан қаламын бір сәт тастамаған Ілиястың бүгінгі қазақ әдебиетін жасауға қосқан үлесі зор. Бүгінгі күнде біз Ілияс Жансүгіровті қазақ әдебиетінің шын мәніндегі классик ақыны деп тануымыз керек. Қазақ поэзиясының биік шыңы деп қарауымыз керек. Міне өзінің кезеңіндегі 20-30 жылдар әдебиетіндегі қазақ поэзиясындағы ең керемет ақын осы Ілияс Жансүгіров деп айтуға болады. Оның лирикалық өлеңдерімен қоса Жетісу суреттері, күйші сияқты шығармалары қайталанбас туындылар. Ал Құлагер поэмасын оқымаған қазақ баласы кемде кем шығар. Артына түйдек шаң қалдырып, жер апшысын қура шауып, топтан озған құлагерге бар қазақ қалпағын аспан қатып марқайып еді. Шу жануар деп тақымын қысып, тілеуін тілеп еді. Амал не? Батыраш сұмның балтасы қас тұлпарды көмбеге жеткізбеді. Жылқы мінез ақан қазақ жер бауырлап күңіренді. Ал соңында ақынның өзі де жырдағы құлагерінің тағдырын қайталады. Өмірі өнеге айналған ақын 1938 жылы шабыты шарықтап тұрған 44 жасында ату жазасына кесілді. Ілияс Жансүгіров «Күн шыққанда». Шырт ұйқыда жатқанда шырылдайды торғайым, ұйқыны ашты, оятты. Малма сайрап өрісте, құрт құмырсқа бәрісте, тұр көкешім, күн шықты. Қалыпсың ұйықтап қарағым, қаладау сенің сабағың, жуын жүгір мектепке. Ашасың көзді сабақтан, аласың білім кітаптан, боласың адам мектепте. Сөздік жұмысқа назар аударайық. Масайрап, еркін, рақаттанып дегенді білдіреді. Тапсырма. Өзіңізді тексеріңіз әдісі арқылы өлеңнен қорытынды ой айтылған жолды тауып жазамыз. Ақын ойын анықтаймыз. Иә, дұрыс таптың. Өлеңдегі қорытынды ойды білдіріп тұрған өлең жолдары бұл: ашасың көзді сабақтан, аласың білім кітаптан. Осы өлең жолдары арқылы автор адам өміріндегі білімнің маңызы туралы айтып өткен.
Аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы бүгінгі сабақта алған әсерімізді айтамыз. Бүгін мен не білдім? Мені қызықтырғаны, қиындық туғызғаны. Мен өзімді сезіндім. Мен қолданып көремін. Менің қолымнан келеді. Сонымен балалар, біз бүгін Ілияс Жансүгіровтің «Күн шыққанда» өлеңімен таныстық. Бүгінгі сабақ барлығыңызға да түсінікті болды деп ойлаймын. Үй тапсырмасы Ілияс Жансүгіровтің «Күн шыққанда» өлеңін мәнерлеп оқимыз. Өлеңнің алғашқы 2 шумағын дауыстап оқып, өлең жолдары бойынша сурет саламыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.